Al балалар бүгін ұлттық дәстүрді үйрету, үлкендерге құрметтеу, еңбекке баулу. Бүгін бізге әжеміз келді. Әжеміз бізге ою-өрнектің сырлары мен мәнін түсіндіріп сіздерге айтып береді. Саламатсыздар ма балалар? Қыздарым, мен бүгін сендерге қазақ халқының ою-өрнектерінің түрлеріменен және қалай ойлу несіменен ойлу керектігін үйретемін балалар. Қазақ халқында әртүрлі оюлар бар. Қошқар мүйіз, құс тұмсық, түйе табан, көріп отқаныңыздай әртүрлі, балалар. Көптеген ою түрлері бар. Өсімдік ою деген қазақ халқы табиғаттан алып әртүрлі ою өрнектерді ойған. Балалар, мен сендерге бүгін қошқар мүйіз оюын ойып көрсетемін. Кәне балалар, бәріміз мұқият қарайықшы. Бір парақты аламыз. Оны төрт бұрышқа қылып бүктейміз. Артық жерін қиып тастаймыз. Одан кейін тағы бүктейміз балалар. Енді міне 3 бұрыш тәрізді болды. Одан кейін тағы бүктейміз. Енді балалар, біз мына ашық жағын алмаймыз. Қағаздың жабық жағынан біз сызып алатын боламыз. Қиятын боламыз. Қайшының көмегіменен. Қағаз қалың болғандықтан жайлап қиямыз балалар. Ол оюлармен біздің ата-бабаларымыз, әжелеріміз текеметтерді, киіздерді, әртүрлі киімдерді әшекейлеген балалар. Үстеріңізде киіп отқан әшекейлеріңіздің оюларда осындай оюменен көмкерілген балалар. Біздің қазақ халқында әдемі оюлар көп екен балалар. Қошқар мүйіз ою балалар. Қошқардың мүйізіне ұқсайды екен балалар. Көрдіңдер ма? Қошқар мүйіз шықты. Алма екіншісінде ашайық. Мына жерде бізде тауыр ою шықты. Осы оюлармен біз текеметтерді, әртүрлі киімдерді әшекейлеп әдемілейміз балалар. Текеметтің бетіндегі ою-өрнектердің орындарын табыңдаршы балалар. Кәне, қай жерде қандай ою-өрнек бар? Мен қошқар мүйізіне жаңа қиып көрсеткен. Кәне, жабыстыра қойыңдар. Кәне балалар. Келе ғой, сен де жабыстыра қой мына жерге. Аянат, кел, жабыстыра қой. Ал, Аянат, қойыңды. Жабыстыра қой. Ой, жарайсыңдар, менің қыздарым қандай өнерлі екен.